Мен қалай көгілдір болдым. Бұл әңгімеде өзімді соншалықты керемет санап немесе өзімді ақтау үшін баяндап отырғаным жоқ. Ағайынды туыстарым, өмірге келгелі ауру болып туылған ата-анам, онан қалды жауыз болып кеткен мына қоғам мен сияқты момын еркектерді көгілдір ете береді де, оған ешкім тосқауыл қоя алмайды. Сол бір үлкен күнәдан қашқан сайын мені өкшелеп қуа беретініне кейде шыдамай кетемін. Ойлайсыздар, түрліге ашуланасыздар. Әй, еркексің ғой, бұлай өзіңді қорғанша өле сал. Сендей малғұнды таспен атып өлтіру керек. Айта берсем, дөрекі сөздер, анайы сөздер көп-ақ. Мен де тірі жанмын. Менің де мына өмірді басқалар сияқты өмір сүргім келеді. Осындай халге жеткізген ақшалы байларға, байдың балаларына еш уақытта ешқандай заң жоқ. Көзіңді бақырайтып тұрып, қоғамды, мына халықты алдай салады. Ол жауыздарға түк емес, сорлап қалатын мына бейшара біздер ғана. Мен үйдің тұңғыш әрі жалғыз ұлымын. Мені 10 жасыма дейін марқұм әжем әпелеп өзі бағып өсірді. Әжем бұрыннан туберкулез ауруына шалдығып, одан кейін емделіп жүріп, мені қамқорлығына алған еді. Жасы келе әжемнің денсаулығы сыр беріп, мені тастап кете барды. Менің отбасымда әке-шешем, әкемнен 2-3 жас үлкен көкем және мен. Әкемнің көктем келгенде ауыратын тағы бар. Бала кезден солай туылған екен. Көкемнің дені сау, бірақ ол да мен сияқты ынжық, ешкіммен араласпайды. Өзімен өзі мал бағып жүреді. Отбасы болып, тамақ ішкенде де үнсіз тамақты шығып жеп, тілі жоқ адам секілді жан. Бас ауыратын әкемнің жағдайын білетін туыстары, онан қалды әжемде қоймаған болу керек, келін керек деп менің анамды, яғни қотыр атқа соқыр ат деуші ме еді, әкеме өзі сияқты бас ауыратын әйелді іздеп жүріп табады. Әйтпесе есі дұрыс қызда, баласы бар әйелде әкеме тимес еді. Сонымен көрші ауылдың қызын алып қашуға барамыз десе, әкем бармаймын, қыз керек емес деп қашыпты. Ұстай алмаған әкемді жайына қойып, туыстары өздері жеңгесімен келісіп, қызды әкелсе, әкем мұрнын шүйіріп, мынадай бойы кішкентай қап-қара қыз керек емес, мен анау көрші мұғалім аппақ қызды аламын деп шу шығарған екен. Аппақ қыз дегені көршілес тұратын мұғалім қыз. Бойы ұзын, өзі жұмыртқадай аппақ, шашы да ұзын. Ауылдың қаншайымы, қанша жігіттің арманы қолы жетпей жүргендердің қатарында менің де әкем бар. Ол мұғалім әлі де мектепте сабақ береді. Жасы 40-тан асса да барбек қуыршақ секілді әдемі. Сол мұғалімді көру үшін күнде есік алдындағы сарайдың шатырына шығып алып қарайтын көрінеді. Елге де мазақ керек, әдейілеп қалжыңмен. Үсен, не қарап тұрсың? Қыз қарап тұрмын, байменнің қызын ертең алып қашамын деп, оларды әбден күлкіге қарық қылдырады екен. Менің анамда, әкемде бір-бірін біраз уақыт қашып, тіпті әкем арасында қол жұмсайтын да болған. Бар өмірімді сен қатын құрттың, ана байменнің қызын маған тигісі келіп жүреді деп, әкемнің кез келген сөзге сенетін білетін туыстары қалжыңдап, байменнің мұғалім қызы сені ұнатады екен. Осы сөзді әйелдерін естіп қалдым деген сөздеріне байқұс әкем балаша қуанып шындай көрген екен. Екеуі жиі ұрсып, төбелесіп жүріп, әжем ортаға түсіп, кейіннен әжемнің арқасында дос болып, бір-бірін түсінісіп, 2 жылдан соң мен өмірге келемін. Маған аяғы ауыр болғаннан бастап дәрігерлер қатаң ескерту береді. Тіпті ауданның өзі баланы алдырып тастау керектігін айтады. Әттең, сол кезде айтқандарын әжем марқұм қарсы шықпағанда ғой, дәл қазір мұншалықты күнәһар болмас едім. Анам мен әкемнің денсаулықтарына байланысты өмірге бала келмеу керектігін біле тұра, әжем немере сүйгісі келген, бәлкім ұрпағы жалғасын деген шығар. Анамның бар жағдайын жасаған әжем мен өмірге келе сала мені сүйірмен, сүтімен баққан екен. Басқа балалар сияқты ана сүтін татып көрмеген мен сүйір сүтімен қорек еттім. Қайтейін, тағдырым солай болса, мені босанған анамның жүйке жүйесінен кінәрат табылып, 1 жылдай емханада жүйке жүйесін емдейтін жерде жатты. Бала кезден өте әлсіз, тек ұйықтай беретін, тілім де өте кеш шықты. Мен де көкем секілді ешкіммен араласпайтынмын.
көрші балаларға еріп ойнағым келеді. Алайда көбіне жылап қайтамын. Ер бала болғасын төбелес болады. Әлсіздігім соншалық түртіп қалса құлап қаламын. Сондықтан көп аса ешкімге қосылмаймын. Үйде жалғыз ойнайтынмын. Кейде қыздармен ойнаймын. Бірақ олардан ашуына тисем ұрып жылатып қояды. Ондай кезде әжем: сен үлкен жігітсің, жігіттерге жылауға болмайды, ұят болады деп жұбататын еді. Мектепке алғаш барғанда көпшілікке үйренбегенмен есімнен танып құладым. Өзіммен қатарлас одан үлкен балалар мектепте топырлап кіріп жатты. Көп адамды көрмегенмен өзімді жайсыз ұстап, өкпем қысылып, әрі қорқып, әжемнің көйлегін кішкентай алақандарымен қысып ұстап алған едім. Сыныпқа әзер жетіп кіргенім сол еді. Өңшең маңыраған, жамыраған өзім секілді балалар бірі жылап, бірі қайтамын деп әйтеуір у-шу. Мен оларды көріп, одан сайын қорқып, есімді жоғалттым. Екінші сыныпқа барамын дегенше әжем жарықтық арқасына салып, мектепке әкеліп, есіктен сығалап қарап, қайтарда күтіп алады. Қыстың күні шанаға салып тасиды. Солай мені күтіп жүріп, денсаулығына көңіл бөлмеген. Бар жағдайымды жасап, бар тәттісі мен дәмсін аузыма тықса да, мүлде ет қоспайтын. Сол апарық болып киген киімдерімде жарамсыз. Әкем мен анам былай қарасаң дені сау адамдар сияқты, бірақ ойлау қабілеті бала сияқты. Сенгіш, көңілдері тап-таза. Тек күз айлары мен көктем айларында ғана көп сөйлеп, ұйықтамай естерін жоғалтады. Одан кейінгі уақыттарында сау адам секілді өмірлерін сүре береді. Әжем өзінің бұл өмірден өтетінін білді ме екен? Көзі тірісінде әкем мен анама, одан үйге ауылдағы дүкеннің иесін шақыртып алып бірдеңелерді шешіп жатты. Ақша туралы екен. Әкем де анам да сан әріп дегенді білмейді. Ай сайын алатын жәрдемақыларын осы кісіге беруін талап еткен деп ойлаймын. Дүкен иесі ауылдағы ең жақсы кісі болатын. Қазіргі кезде де адал ниетінің арқасында бірнеше сауда орталығы бар. Әйтеуір әкем мен анам сол дүкеннен ғана зат алады. Басқа да дүкен бар, ол иесі нашар кісі болғасын ешкім жолай бермейді. Уақыт өтіп жатты. Әжемнің жөтелі соңғы кезде жиілей түскен. Емделіп жүрді, бірақ ешқандай әсері болмады. Күздің алғашқы айында ауруы асқынып, ажал алып кетті. Кішкентай болсам да сол бір сәт жүрек түкпіріме мәңгі сақталды. Жалғыз жанашырым әжем еді. Әке-шешем тірі болса да, олардың өзі әлі бала сияқты. Мені балам деп құшақтарына еш уақыт алған емес. Бір үйде тұрсақ та, олар менің құрдасым сияқты. Көкемнің әлемі тіптен бөлек. Бұл үйде тек мен ғана қайғырып, әжемнің бөлмесінде жамылып жататын көрпелерді, әжемнің жастығын құшақтап, иіскеп жылай беретінмін. Түсімде әжемді қанша қосам да жете алмай, құшағына кіре алмай, оянып кете беремін. Солай жүргенде мектептегі ұстазым келіп, сабаққа бару керектігін айтты. Әжем кеткелі сабақ жайына қалған. Анам мен әкем күз айларында бас ауыратыны бар. Олар менің барымды да, жоғымды да білмейді. Жалғасы бар.